Баршаңызға сәлем достар. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте ерекше торт жасадым. Сыртын көргендеріңіздей кокос ұнтағымен әсемдедім. Торт енді өте жұмсақ болып шықты. Жеген кезде ауызда ериді. Әрі өте дәмді. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Жасалу тәсілімен бөлісетін боламын. Тортымыздың дәмін сөзбен жеткізе алмасам да көзбен көріп тұрсыздар. Сондай нәзік, жеңіл, әрі дайындалуы өте оңай. Әдеттегідей алдымен бисквитін пісіретін боламыз торттың. Ол үшін жұмыртқаны осылай ыдысқа жарып саламыз да миксерлейміз. Және қантты аз-аздан салып миксерлейміз осылай. Массамыз ағарып көтерілгенше миксерлейміз. Қантты осылай бөліп саламыз. Және де достар, бұл торттың құрамын видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Массамыз осылай көтерілді, міне көргендеріңіздей. Және де мен шамамен 4-5 минуттай миксерледім. Немесе осылай білуге болады массаның көтерілгенін. Қараңыздар, саусақтарыңызды саласыздар, сол кезде ақпайды. Одан кейін құрғақ заттарды дайындаймын. Онға қопсытқышты қосып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін жаңағы массаға аз-аздан бөліп салып араластырамыз. Бірден салмаңыздар. Осылай сеткадан өткізіп аз-аздан салып араластырамыз. Араластырған кезде оннан соға қарай араластырамыз. Және қалған оның барлығын осылай бөліп салып араластырамыз. Бір тегіс масса болғанша. Үлпілдек жұмсақ масса болды. Енді алдын ала қыздырып алған пешке массамызды формаға құйып 170 градуста 35 минут пісіреміз. Форманың диаметрі менде 20 сантиметр. Бисквит пісіп шықты. Міне көргендеріңіздей таяқша құрғақ. Енді салқындаған бисквитті осылай формадан шешіп аламыз. Бисквиті әбден салқындағаннан кейін тортты жинауға кірісеміз. Және бисквитті ыстық қалпында шешіп, немесе торт жинауға болмайды. Әбден салқындағаннан кейін қолдану керек. Астындағы пергаментін алғаннан кейін бисквитті 3 бөлікке бөліп пышақпен кесеміз. Бисквитіміз сондай әдемі, жұмсақ, үлпілдек болып пісті. Мінекей, өте әдемі. Осылай кесеміз. Келесі тортқа қосатын крем сгущенка, оның үстінен 20% қаймақ қосамын және үгітілген арахисті қосып араластырамын. Қаласаңыздар арахисті қоспасаңыздар да болады, былай қоспай жасай берсеңіздер міндетті емес негізі. Одан кейін барлығын араластырамыз. Сәл масса сұйық болғандықтан мен үстінен творожный сырды қостым. Сол кезде масса сәл қоюланады. Өте дәмді болады. Бисквитке өз қалауларыңыз бойынша крем жасауға болады негізі. Мен осылай жасадым, үйдегі бар затпен. Болмаса жаңағы 33% сливкимен творожный сырды қосып жасасаңыздар болады. Бұл менің өз қалауым болды және үйдегі бар заттармен жасадым осылай. Өте дәмді торт болып шықты. Барлығымызға ұнады. Достар, ең бастысы бисквитіңіз өте жақсы болып піссе болды. Кремді өз талғамыңызға қарай қоссаңыз болады. Қандай крем өзіңізге ұнайды, сол кремді қолданып жасауға болады. Барлық кремді осылай жағып шығамыз. Крем ағады деп қорықпаңыздар, крем ақпайды. Осылай барлығын жағып болғаннан кейін сыртынан кокос ұнтағын себетін боламын. Және тортты 2-3 сағатқа қойып қойыңыздар, сол кезде крем сіңіп тұратын болады. Мен өзім бір түнге қалдырып қойдым. Осылай кремнің барлығын жағып болғаннан кейін кокос ұнтағын себеміз осылай үстінен. Кокос ұнтағы сіңіп тұратын болады. Және осылай кокос ұнтағын шетіне, торттың бетіне де барлық жеріне жағып шығамыз. Достар, осылай үй жағдайында торт жасап көріңіздер. Өз фантазияңызды қосып, бұдан да әдемі қылып жасаңыздар, немесе өз қалаған кремдеріңізді қосып, осылай торт жасап жақындарыңызды қуантыңыздар. Осындай әдемі ерекше торт болып шықты.
сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сау болыңыздар.